Шілде айы келіп, Қытайда күн ыси бастады. Ал бар айырмашылығы бізге жылу беріп тұрған атмосфераның қысымынан. Сондықтан Жапонияда былтырға қарағанда жоғарғы температураны көрсетіп тұр. Кисинетсу, Канто және Токой аудандарында ауа райы ашық болып қала береді. Бірақ ішкі аудандарда күн ыстық болады. Сондықтан тау жақтағы аяқ астынан болатын найзақ айларға дайын болыңыздар. Басқа жаңалықтарға келетін болсақ, Токионың саяси қарақшыларының өз араларындағы келіспеушіліктің кесірінен енді қарапайым халыққа тиісуді бастады. Қош, шынымен бе? Қандай қорқынышты. 6 адам жарақаттанып, 1 адам ауруханаға жеткізілді. Бірақ ол бәрібір қайтыс болды. Ол жерде өлгендердің бірі Токионың Сибуя ауданында тұратын 25 жасар Наото Тачибан екені анықталды. Наото Тачибан? Сондай-ақ ол жерде 26 жасар оның әпшесі Хината Тачибан бар екені де анықталды. Полиция белсенді әрекет етуін бастап кетті. Хината Тачибан ба? Токионың кекшілдері. 1 бөлім. Қайта туылу. Жақын қарым-қатынаста өмірімде бір рет орта мектепте Хината Тачибанмен болған едім. Енді ол да қаза болыпты. Ей, мен сенің үйіңде екеніңді білемін. Иә, телевизордың даусын бәсеңдет деп саған қанша рет айтуға болады? Кешіріңіз. Ай, осы жастарды ма қайда өрбіп барасыңдар, а? Енді бір нәрсені қаншама рет қайталай беруге болады, Такемити Ханагаки. Қалай дискілерді қайта әкеледі, біз дереу сөреге қайта қоямыз деп. Мен саған 1000 мәрте айтып едім ғой. Сенің кешірім сұрауың мені жалықтырды. Сайтан, міне басықтық. Ей, ағатай, амансың ба? Саған бірдеңе ұнамай ма? Жоқ, мен бара берейін. Не? Нақұрыс. Ей, сен не істедің? Менің өмірім осындайға айналады деп мен ешқашан ойлаған жоқпын. Мен қатырмалы пәтерде тұрамын. Жасы менен кіші басқарушы мені кекетеді. Сары сызықты басып тұрмаңыздар. Бұзақларға жолықсам да, кешірім сұрайтын менмін. Менің бар өмірімде орта мектепте ғана бірақ қызым болды. Және оған қоса мен әлі пәкпін. Сонымен мен қай жерде қателестім? Ой! Жоқ! Мен дәл осы өлуіме сәл қалған сәтте. Мен не достарымды, не ата-анамды есіме түсірмедім. Менің ойымда Хината Тачибан ғана болды. Хангакиге Б сыныбындағы Тачибани ұнайды деп айтып жатыр. Шынымен бе? Неліктен сен кенеттен? Енді не болады? Сені кеше басқа сыныптың балалары іздеді. Сен олай түсінбеген сияқты болма. Ол Тачибан ғой, ол өте танымал. Егер ойланып қарайтын болсам, менің өте жақсы күндерім 8-ші сыныпта болған еді. Мен күшті бұзақлар тобының арасындағы 2-шісі болған едім. Және сол кезде ғана менің қызым болған еді. Бар өмірім көз алдымнан өтіп жатыр ма? Бұл сол нәрсе ғой, а? Сибуя. Пойыз Сибуяға келіп жетті. Өздеріңіздің заттарыңызды ұмытып кетпеңіздер. Ой, кешіріңіз. Ей, Такемити. Такемити. Неменеге тұрсың? Жүрсеңші. Кәне, тезірек. Керемет, мен бұны есіме түсірдім. Қолымен мүшесін үнемі айналдыратын Макато, көзілдірі өзін ақылды етеді деп ойлайтын топас Ямагиси. Біздің басшымыз Акун. Ал мен Такуимен бала кезімнен доспын. Ямагиси, журналдың соңғы шығарылымын көрдің бе? Иә, көрдім. Өркендетілуден басқа ештеңе емес. Жігіттер, мұқият болыңдар. Бірдеңе жеуді қалаймын. Тамақ жеуге барамыз ба? Гамбургер қалаймын. Ал менде купон бар. Барлығына жете ме? Жоқ, үндемесең болады ғой. Не? Жағасы ағытылған көйлек пен кең шалбар ма? Бұл өзі нендей жаман бұзақының кейпі? Бұл мен ғой, оқушы кезім. Мен қандай ақымақпын.
Бірақ бұл менің өте жақсы болған күндерім еді ғой. Ал қалтамда не бар? 500 иен және телефон? Ого, бүктелмелі телефон. Бұл баяғыда болған еді. 4 шілде 2005 жыл ма? Тоқтай тұр, бұл дегенің 1, 2, 3, тұп-тура 12 жыл бұрын. Әй, Такемити, неменеге сен ол жерде бөгеліп қалдың? Өмірім көз алдымнан өте шынайы болып көрінуде. Сен немене, Такемити, тек қана картоп алғансың, оның үстіне кіп-кішкентай. Маған әлі пойызға ақша керек. Біз бәрін реттер едік қой. Сенің немере ағаң 3-ші Сибуя мектебін басқарып жатқаны қандай жақсы. Егер 9-шы сыныптағылар тиісетін болса, жай ғана оларға Масаруды естеріне түсіреміз. Немере ағам ба? Олар Масару туралы ма? Қайтар! Тоқтай тұрыңдар, ал бізге Масару қалай көмектеседі? Мен бір түрлі істің мәнін ұғынбадым. Немене? Оян, Такемити, басын бұрып алдың ба? Біз төбелесуге барамыз. Айтқаның болсын. Иә, Масару Субуям оның 3-ші мектебін басқарамын деп айтқан сияқты еді. Біз 8-ші кластарға өздерінің мектебінде соғыс жариялаймыз. Иә. Біз не, қазір олардың мектебіне бар, олармен төбелесеміз бе? Жігіттер, ол жалпы шеккен де жоқ. Такемити, олар бізді әлсіз деп санайды. Оларға сыбағаларын беруіміз керек. Әлсіз деп санайды ма? Бар болғаны осы ма? Саған қорқынышты болғандай қылымсы ма? Сен әрқашан оларды көрген сайын жұдырығыңмен сес көрсетесің ғой. Жұдырығыммен сес көрсетемін бе? Такемити, сен әрқашан төбелеске дайынсың ғой. Капитан, соғысты жүргіз. Иә, сен бәрін төктің. Аздап тоқтай тұр. Барлығы өте жылдан болып жатыр. Осындай бірдеңе менің есімде. Біз Масаруға өзіңнің мектебіңе кіруге көмектес деп сөйлесуге бардық. Ей, сендер 3-ші Субуяма мектебіненсіңдер ме? Иә, сендер қай сыныптансыңдар? Демек төбелесте. Төбелеспе? Мен 10 жыл бойы ешкіммен төбелеспедім ғой. Сайтан, мен қорққаннан пұтыма сиіп қоямын. Біз 7-ші сыныптармыз. 8-ші сыныптар туралы ештеңе білмейміз. 7-ші сыныптарсыңдар ма? Тым болмаса сендердің жұмыртқаларында жүнесем? Жоқ, иә. Менің қашаннан бері жама төбелесті жақсы көретін беді? Сайтан, мен олай жасай алмаймын. Сонымен тыныштал. Бұл жай ғана көз алдымнан өмірімнің өтіп жатқаны ғой. Бұл іс бір түрлі. 8-ші сыныптар еш жерде жоқ. 7-ші мен 9-ші сыныптар ғана көзге түсуде. Бұл не сандырақ өзі? Бізді шет қақпайлауда ма? Мүмкін олар біздің келе жатқанымызды біліп, қорқып қалған болса ше? Мүмкін. Бұл саябақ менің есімде. Ал міне саған Сибуйдың бұзақылары. Қалалықтарға тек қақаңдаса болған, олар ерке боп кеткен. Такемити, ерке боп кеткен қалалықтар ма? Жоқ, олай емес. Ей! Бұл сендер ме біздің 8-ші сыныптастарымызды іздеп әбігерленіп жатқан? Бұл 9-ші сынып. 8-ші сынып саяхатқа кетті. Олар 9-ші сыныптың байкер қарақшылары. Олар нағыз шынайы бұзақылар. Кезекке сапқа тұра беріңдер, біз сендердің бет ауыздарыңнан ұрамыз. Сендер 9-ші классыңдар ғой, ә? Біз сендердің басшыларың Масарумен әлде қашан келісіп алғанбыз. Масару ма? Тыңда, Масару. Не? Онсыз да естіп тұрмын, айқайламасаң да болады. Барда біздің бәрімізге су сатып алшы, Масару. Аха, ал ақша жағы ше... Немене? Бетіңе ұрған әрбір соққы 100 иен болады. Кәнеки санайық. 1, 2... Жарайды, мен төлеймін. Ей, Такемити! Есіме түсірдім. Масару олардың қол балалары болып жүрген. Ол бізден 1 жас үлкен болғандықтан, ол жай ғана мақтанған.
Мен осыдан кейін не болғанын есіме түсірдім. Біз тек қорқып қана қойған жоқпыз, өзіміздің бүкіл мүмкіндігімізден де айырылдық. Ей, тұр! Олар бізді өлгенімізше сабады. Кешіріңіз бізді! Сендер ынжыған қау топсыңдар. Сендерден қандай бұзақылар шығады дейсің? Сендер енді Токияның свастик қарақшыларының сарбаздары боласыңдар. Өте жақсы еңбектеніңдер. Ауырып тұр. Сендер қалайсыңдар? Токиялық свастиктер. Дұрыс, барлығы осы жерден басталды. Олар бізді қорылады, және біздің күндеріміз қара түнектегідей болды. Біз барлығымыз біреулердің ісіне қыстырылдық. Міне мен орта мектепте бітіре салысымен қалаға не үшін қашып кеттім. Мен жалғыз өзім өмір сүріп жұмыс істей бастадым. Кешіріңіз, бірақ бәрі тиісінше болмады. Қолыңнан жөнді келмейді де. Кешіріңіз. Мен кешірім сұрадым. Маған өте өкінішті. Кешірім сұрай бердім. Бар қалған өмірімде кешірім сұраумен болдым. Қарғыс атқыр. 5 тиынға да тұрмайтын. Өмірімнің соңында оның ең нашар бөлігіне төзудемін. О, Құдайым, мен бәрін түсіндім. Сен жиіркенішті өмір сүрдің деп, сен маған айтуды қалап тұрсың. Ханагаки, сенің қолыңнан бәрі келетініне сенімдімін. Токионың свастик қарақшыларының Тачибана, Токиялық свастиктер. Дәлме-дәл. Тачибана олардың кесірінен 12 жылдан соң қаза болды. Иә, бұл менің ісім емес екенін түсіндім. Ой, Тачибана, ол... Сенің жағдайың қалай, Такуя? Менің жылағанымды ешкімге айтпаңдар. Қарғыс атқыр. Тамақ жеді қалап тұрғаным. Катсудоны болса... Мен жей алмаймын, аузым ауырып тұр. Такимичи? Не болды саған, Такимичи? Кешіріңдер, маған кету керек. Аха, сен қайда кеттің? Тачибана. Оның бет-жүзі қандай еді? Міне ол. Тачибана. Таптым. Ол жақта тұрған кім? Бұл сен бе, Ханагаки? Иә. Оның даусы әлі есімде. Ханагаки. Қайтадан төбелескенсің бе? Бұл ісіңді доғаратын кезің келді ғой. Сен жақында ғана өткен аптада сол ақмақ төбелеске араласып едің ғой. Сен қалайсың? Жаныңа бататындай көрініп тұр. Тым болмаса сен емдедің бе? Сенің бүкіл бетің ісіп тұр. Жабыстырғыш әкелейін бе? Тачибана. Хината. Ой. Мен неге жылап жатырмын? Кешір, мен жай ғана келгенмін. Мен кеттім. Ханагаки. Мен сені көруді қаладым. Бар болғаны осы ғана. Өтірік, бірдеңе болған. Сен өз-өзіңе ұқсамай тұрсың, Ханагаки. Не? Айт маған.
Мен сен туралы бәрін білуді қалаймын. Мен сенің қызыңмын ғой. Миғұла. Кешір. Расымен де. Ол маған әрқашан ренжитін. Кіп-кішкентай болғанымен бірақ батыл. Сау бол, ертең мектепте кездесеміз. Мен оның өмірге қуанышты, сау бол деп айтқан сөзін жақсы көремін. Және дегенмен менің қолымнан келмеді. Ішек сұрын. Бұл барлығы емес қой. Бізге өтірік айтуды ойлама. Кәне, секір. Ода тағы да бар деп айттым ғой. Неге айғайлап кеттіңдер? Жалпы мен бұл жерде мұңға батып отырмын ғой. Тоқтама, шұқыланғаның жетер. Ей! Ауыздарыңды жабыңдар, нақұрыстар! Жалықтырдыңдар. Неге сендердің барлықтарыңның үндерің өшпейді? Жігіттер, мен қазір қандай аушылы екенімді білесіңдер ме? Жоғалыңдар, әйтпесе өлтіремін. Бізді кешіріңіз. Кешіріңіз. Ей! Не? Бөтелкені бұл жерде бұлай қалдыру қауіпті. Кешір. Көмектескенің үшін рахмет. Тыңда, мұндайлар саған тиіскен кезде өзіңнің күшіңді көрсетуге тиістісің. Сені ұратынына дайын бол, бірақ шегінуші болма. Жазбаша түрде жазып алудың қажеті жоқ. Қысқасы, сын қатерді қабылда. Қарапайым бұзақылар бұндайдан бірден қорқып кетеді. Түсіндім. Менің бар өміріме жетіспеген нәрсе батылдық пен шешім қабылдаушылық. Тыңдашы, сенің есімің кім? Тачибана. Тачибана Наото. Не? Сен Тачибананың інісің бе? Иә, менің әпшем бар. Жә, құрығыр, бірден айтсаң болады ғой. Ал сен не, менің әпшеммен дос болып жүрсің бе? Наото Тачибана. Дәлме-дәл, ол да 12 жылдан соң қайтыс болады. Мен Такемичи Хангаки боламын. Атыммен атай берсең болады. Түсіндім, бірақ олай атамаймын. Әпшеңді жақсы көресің бе? Не? Бұл не сұрақ? Мен оны жақсы көрмеймін. Рас па? Неліктен? Неліктен? Өйткені оның маған бұйыра сөйлегені және тиісіп мазақтағаны жалықтырды. Түсінікті. Бірақ бәрібір. Қадірле оны. Мен сенің әпшеңді өте қатты жақсы көремін. Жақсы көргенім сонша есімнен адасып кетемін. Мен бұл туралы тек бүгін ғана есіме түсірдім. Сен менің не деп жатқанымды түсінбегенде шығарсың. Бұл жынды оқиға. Темір жол алаңқайының рельсіне осы күні 2017 жылы құлаған едім. Мен өлуге дайын едім, бірақ мен өзімнің 12 жыл бұрынғы оқушы болған кезіме қайта оралдым. Бұл қалай аталады? Уақыт арқылы секіру. Иә, дұрыс. Мүмкін мен ұзақ түс көріп жатқан шығармын. Бірақ білесің бе? Бәлкім Құдай маған Тачибана мен соңғы рет кездесуге рұқсат берген шығар. Бұл қалай? 12 жылдан соң 1 шілдеде сенің әпшең қаза болады. Және сол кезде сен де онымен бірге қаза боласың. 2017 жылдың 1 шілдесі. Осы күнді есіңде жақсылап сақта, Наото. Және өзіңнің әпшеңді қорға. Ал, жарайды, сен бәрібір мұндай бос сөзге сенбейсің ғой. Егер осының бәрі шынымен болса, онда мен болашақты өзгертуді қалаймын. Менің абыройымның төмендегені сонша, мен ол туралы, ол өлген кезде ғана есіме түсірдім. Мен аянышты болғаным сонша, дәрменсіздік пен ренішті сезіндім. Мен бәрін қайтадан бастауды қалаймын. Мен саған сенемін.
Иә, жарайды. Мен ояндым. Ой, мен қайдамын? Бекеттегі дәрігерлік орындасыз. Сен алаңқайдың шетінен құлап кеттің. 2017 жылдың 4 шілдесі ме? Сонда бұның бәрі менің түсіме кірген бе? Тоқтай тұр. Мұндай жағдайдан соң мен қалай тірі қала алдым? Менде бірде-бір сызат жоқ. Онымен жеке сөйлесуге рұқсат етесіз бе? Әрине. Сені құтқарған осы жігіт. Не? Көріспегелі көп болды. Сен кімсің? Тачибана Наото. Сол күні сен менің тағдырымды өзгерттің. Не? Қандай күні? Тоқтай тұр. Сен қаза болып едің ғой. Сен уақыт аралық секіріс жасадың. Мен тірі қалып, сені құтқара алдым. Сен осы шақты өзгерттің, өйткені сен өткен шаққа бардың. Такемичи, сол күні 12 жыл бұрын, сен маған бұлай дедің. Осы күнді есіңде жақсылап сақта, Наото. Және әпшеңді қорға. Мен әпшемді құтқарамын деген үмітпен. Мен бар ынтаммен оқып полицейский болдым. Демек, Тачибана? Маған өте өкінішті, Такемичи. Әпшем қаза болды. Ойыма келген нәрселердің мен бәрін жасадым. Бірақ бәрібір өтінем сенен маған көмектес. Менің әпшемді сен құтқара алатыныңды мен білемін. Мен бе? Тачибананы құтқара аламын ба?